Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында лаваш, яғни донер жасаймыз. Ол өте оңай, үйдегі бар заттармен ғана жасай саламыз. Қазір картопты майдалап турап, фри ретінде пісіріп аламыз. Сол майға тауық етін майдалап турап, оны да пісіріп аламыз. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Мінекей достар, барлығын турап алдық. Картопымыз, қызанағымыз, қиярымыз және тауық етіміз. Қазір тауық еті мен картопын қуырып аламыз. Мінекей достар, картопты осылай қуырып аламыз. Жақсылап қызарғанша әдемілеп, кішкене бетіне тұз себелеп жесеңіз де болады, немесе алдын ала картопты турағаннан кейін тұзды себуге де болады. Мінекей достар, бізге керекті заттардың барлығы дайын. Картошканы қуырып алдық, тауық етін қуырып алдық, қызанақ, қияр, майонез және лаваш. Қазір осыны дайындайтын боламыз. Мінекей барлығын салып орап алдық. Енді бұны қазір мен әсел пештің тапасына салып қыздырып аламын. Екі бетін бірге. Мінекей достар, тапамызға осылай қойып алдым. Енді міне 180 градуста ысып тұрған пешке салып аламыз. Мінекей достар, біздің донеріміз дайын. Қазір балалармен дәмін көретін боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады.